Сонымен қатар офицер есірткіге тәуелді болған. Джон есірткіге балама ойлап табу үшін кола мен оның негізінде жасалған шараптармен біраз уақыт тәжірибе жасады. Осылайша фармацевт Дамиана сығындысын қосып, өз дайындығында Мариани шарабын жасай алды. Алынған сироп ауырсынуға көмектесіп қана қоймай, күш беріп, көңіл-күйді көтерді. Біраз уақыттан кейін бұл сусынға тыйым салу енгізілгенде, Пембертон алкогольдік компоненттерді күйдірілген қанттан жасалған тәтті сиропқа ауыстыруға мәжбүр болды. Сусын Джонның бухгалтері Фрэнк Мейсон Робинсонға ұнады. Кейіннен дәл осы бухгалтер Coca-Cola брендінің қарапайым бірақ тартымды және танымал атауын ойлап тапты. Сироп рецепті екі негізгі ингредиентті қамтыды: кокаин жасалатын кока жапырақтары және кола ағашының тропикалық жаңғақтарынан. Сонымен қатар оның құрамында басқа да құпия компоненттер болды. Айтып кететін жайт, ол кезде кокаин